Қайырлы күн. Онлайн жүйесінде қазақ тілін цифрлы технологиялар арқылы оқытуда Google формаларын қолданған ыңғайлы қазақ тілі сабақ үшін бұл өте тиімді деп есептеймін. Қысқа мерзімді жоспар арқылы қазақ тілінің сабағында 7-ші сынып бойынша міне сабақтың соңында рефлексия арқылы Google формаларында сіздер сауалнама жүргізулеріңізге болады. Осы сұрақ арқылы міне балалар, бөлім Қазақстандағы ұлттар достығы сабақтың тақырыбы Жер-үйек фильмі. Осы арқылы әр оқушы сабақтың соңында осы сұрақтарға жауап береді. Және мысалы осы Google формаларда міне суреттер қойсаңыздар болады, сауалнама жүргізіп сұрақтар, тестілеу сұрақтарын қойсаңыздар болады. Және де осы бейне фильмдер арқылы, мысалы Жер-үйек көркем фильмін оқушыларға көру арқылы ол балалар сол сұрақтарға жауап береді. Сыртына төгіліп тұратын бейнесін салмақ береді. Біз кәріспіз. Қасиетті қазақ жеріне қош келдіңіздер. Үлкен рахмет. Ата, сіз өтіп кеткен ғой. Бұл не деген масқара? Мыналар адам сияқты қабылдап, адам сияқты орны бастырды. Осы жасына келгенде тағы да жазаға тартылайын деп жұмысың. Үкімет пен партия күреседі деген тапсырма. Олар қастандық. Көрсетем мен саған әне. Міне осы арқылы бейнефильмді көріп, әр оқушы сұрақтарға жауап береді. Міне қарасаңыздар, бұл жерде жауаптары тұрады. Әр жауапты міне қарасаңыздар, оқушылардың статистикасы шығарылған. Оқушылар міне әр сұрақтарға жауап берген. Сіздер әрбір оқушыға жауаптарына қарап бал қойсаңыздар, міне әр оқушының жауап берген сұрақтарына қарап бал қойсаңыздар болады. Міне кесте арқылы, осы кесте арқылы да барлық оқушылардың жауап бергендері барлығын көріп отырасыздар. Бұл Google формалардағы сауалнаманы қайда жүктейміз дегенде, Google Classroom-ға арнайы ашылған осы қазақ тілі 7-ші сынып бойынша, міне сіздер әр тапсырма берген кезде сауалнамаға жауап беру арқылы оқушылар осының ішіне кіреді және осы сұрақтарды көріп, оқушылар жауап қайтарады. Және де осы Google формаларының осы Google Classroom-да әр оқушылар өздерінің жауаптарын, балдарын барлығын білуге болады. Осы арқылы Google формаларында қазақ тілі сабағы үшін өте тиімді болып табылады. Назарларыңызға рахмет.